Саламатсыздар ма әріптестер? Құралдар мәзірі ішіндегі кері байланыс бөліміндегі жылдам сауалнама құрамын қалай пайдаланамыз? Ол үшін менің сыныптарым бөліміне өтеміз, сыныптың атын жазамыз, сыныптың тізімін, оқушылардың тізімін енгіземіз, сыныпты сақтау батырмасын басамыз. Нәтижесінде біздің сыныбымыз мұнда сақталады, сақталған сыныптар бөлімінің ішінде. Кейін құралдар, кері байланыс, жылдам сауалнама құралына өтеміз. Мұнда өзіміздің сұрағымызды жазамыз, мысалы сабақ түсінікті ма? Кейін сыныпты таңдау және бастау батырмасын басамыз. Мұндағы менің сыныптарым мәзіріндегі енгізген сыныбымыздың тізімін таңдаймыз. Автоматты түрде бізде осындай нәтиже шығады. Мұндағы QR кодты оқушылар өздерінің ұялы телефондарынан оқытып, немесе мұндағы сілтемені сіз көшіріп аласыз, оқушыларға жібересіз. Оқушылар сілтемені басқан кезде осындай ұялы телефондарынан нәтижені көреді. Мысалы, Азамат Сәкенұлы өзінің ұялы телефонынан өзінің есімін таңдайды. Нәтижесінде бізде сабақ түсінікті ма деген сұрағымыз пайда болады. Оқушы иә, жоқ деп жауап береді. Мысалы, иә деп жауап береді. Нәтижесі сіздің мынау лайв нәтижелер тақтасында көрінеді. Азамат Сәкенұлы иә деп жауап берді. Осылай оқушылардың барлығы сұрақтарына иә жоқ деп жауап бергеннен кейін сауалнаманы қайта бастау немесе өшіру батырмасын басасыз.